Так, алдыңғы сабақтың жалғасы. Біз сплайсты өтіп жатқан едік. Сплайспен енді слайсқа ауыссақ болады. Так, сплайс туралы тағы да қорытындылап айта салайын. Сплайс ол міндетті түрде массивті өзгертеді. Немесе бірдеңе қиып алады, немесе ортасына бірдеңе қосады, немесе екеуін де істейді. Сплайс array менде қазір 1-2-3 болса, осымен 2-ні қиып алып, орнынан 4-ті қойғым келсе, мен қалай жазамын? Array splice 2 менде нешінші индекс? Бірінші индекс. Неше элемент қиып алғым келеді? Тек қана біреуін қиып алғым келеді. Енді орнына не қойғым келеді? 4 деген санды қойғым келеді. Неге мына жерде нәтижесінде массив 2 деп тұр? Өйткені splice қандай сандарды, қандай элементтерді қиып алса, соларды массивке салып қайтарады. Ал array'дің өзін тексерсек, 1, 4, 3 болып тұр. Жақсы. Енді splice ол тек қана бір аргумент қабылдамайды, ол көп аргумент қабылдай алады. Сондықтан көрсете салайық. Array splice деп. Array splice менде 1, 4, 3 болса, 1 мен 4-ті қиып алып, орнына көптеген элементтер қоя салайын. Так, 1 менде нешінші индекс? 0-ші индекс. Неше элемент қиып алғым келеді? 2 қиып алғым келеді. Енді қандай сандарды қосқым келеді? Енді рандомды бірдеңе қоса салайын. Жақсы. Так, array'ді тексереміз. Міне 3 ғана қалды. 1 мен 4-ті қиып алып тастадық және рандомды бір сандарды қоса салдым өзін. Splice тағы да қиып алып, 1 мен 4-ті массивке салып қайтарып берді. Жақсы. Пока осылай айтсақ, splice туралы жеткілікті. Енді splice пен аты ұқсас тағы бір функция, ол slice. Splice ол міндетті түрде массив өзгертеді, slice массивтан ештеңе өзгертпейді. Түсінікті? Slice көшіріп алумен ғана айналысады. Енді мына жерде қараңыздар. Array splice қолданған кезде мен delete count көрсеттім. То есть қай индекстен бастап өшіргім келеді және нешеуін өшіргім келеді деген нәрсе көрсеттім. Дұрыс па? Ал slice'та олай емес. 2 индекс берем. Қай индекстен бастап, қай индекске дейін көшіріп алу керек екен. Давайте соны немен көрсетейін. Кодпен көрсетейін. Мысалға array'дан 623-ті көшіріп алу керек болса, array slice. Так, индекс неше 623-тің? Так, 0, 1, 2, 3, үшінші индексе. Үшінші индекстен бастап біреуін қиып ал десең, дұрыс емес. Өйткені бұл count көрсетпейміз, 2 индекс көрсетеміз. Start индекс және end индекс. Қай жерден бастайды? Енді 3-тен 4-ке дейін қиып алу керек. 3-тен 4-ке дейін деген кезде бір ғана элемент қайтарады. Өйткені программированиеде дейін деген сөз не нәрсеге дейін соны ішіне қоспайды. 4-ші индекске дейін десем, демек 4-ші индекс ішіне кірмейді. 3 кірмейді. 3-тен бастап 4-ке дейін деген сөз, сол 3-тің өзін ғана алады. Так, тағы да пример. Array slice әшейін 0-ді бере салсам, 0-ші индекстен бастап до конца аяғына шейін алып барады. Барлығын көшіріп алды. Так, енді 0 дегеннен кейін теріс таңбалы берсем болады. -1 десем, ең соңындағы 1-ші индекске дейін, 3-ші индекске дейін, то есть 3-ті кіргізбейді. Соңынан біреуін алмай қалады деген сөз ғой, былайша айтқанда. Так, мына жерге 1-ді беріп, мына жерге 2-ні берсем, әлде де қысқара түсті. Так, енді array slice деп 1-де минусты берсем болады. -3 десем, соңғы 3 санды алады деген сөз. Түсінікті? Минус деген соңынан бастайды деген ғой. Slice туралы осылай айтсақ жеткілікті. Бұның мүмкіншілігі осы нақты көшіріп алу ғана. Так что қатты бір қиын ештеңесі жоқ. Келесі функция concat. Concat былайша жиі қолданылатын функция және қарапайым. Concat деген ол бірдеңені бірдеңеге біріктіру, артынан тіркеу, біраз элементті бір-біріне жалғау деген сөз ғой әшейін. Так, менде array бар және array 2 бар. Array 2 бар және осыларды біріктіріп тағы да бір array жасағым келеді. Const array 5 дей салайын. Тең array concat array 2. Енді array 5-ті тексерсем, міне бірінші array кетті, ол мынау тұр.
конкат жасаған кезде қай немен конкат жасадым? Array 2 ма? Значит, мынау тұр. 4, 5, 6. Жақсы. Так, конкат туралы қысқаша осылай айтса да болады. Мына жерде тағы да мысал көрсеттірген. Андай, егер конкатқа массив берсең, оны жазып жібереді деп ше. Ал егер массив емес нәрсе берсең, қалай бердің, солай қоса береді деп. Міне, мына мысалды 3, 4, 5, 6. Оны қатты бір не қылатын нәрсе емес деп ойлаймын, акцент қоятын осы сабақта. Так. For each-қа барайық. For each деген әр қайсысына деген ғой. Әр қайсысына тоқтап өту деген мағына. Array 5 менде мынау тұр. Осы элементтердің әр қайсысын 2-ге көбейтіп консольға шығарғым келеді. Array 5 for each деймін. For each-тің ішінде енді callback функция беруім керек. Лямбда құра салайын. Так. Енді оның қандай несі бар? Ең біріншісі item беріледі. Одан кейін индекс беріледі. Одан кейін осы array-дің өзі беріледі. Бірақ мыналарды онша қолданбаймыз. Көбінесе сол itemнің өзімен жұмыс жасаймыз. Әуел тек қана консольға шығарайын. Console.log item деп. Әрқайсысын итемі шығарып келдім. Так, енді қасына индекспен бірге шығарайын. Индекс десем, так, мына жерге array. Так, мына жерге индекс дей. Тең болады нешеге? Итемге. Array 0 234, array 1 пәленше, array 2 432. Көріп тұрғандарыңыздай. Жақсы. Так, for each деген осы. For each негізінде массивті өзгерту үшін қолданылмайды. Так, енді массивтің бойымен іздеу. Index of және last index of includes. Так, негізі өте жиі қолданылатын функциялар. Осы массивтің бойында пәлен деген элемент бар ма, жоқ па, соны анықтайық дегенде 623-ті іздейік. 623 бар болса, менде index of ол -1-ден жоғары болады. 623. Үшінші индекс. Так, 0, 1, 2, үшінші индекс 623 екен. Жақсы. Егер де мен массивтің бойында жоқ нәрсені іздесем ше, жоқ нәрсені іздесем, -1 қайтарады. Жақсы. Мына includes деген функция, ол ішінде осы элемент бар ма, жоқ па, соны білдіреді. Array includes 623 десем, true дейді да. То есть, маған нешінші индекспен тұрғаны керек емес, просто бар ма, жоқ па, соны айтшы дейтін болсам, осы includes-ті қолданам. Бұрын біз includes жоқ болатын, сол кезде біз array index of 623 дей салайық енді. 623 тең емес -1-ге деп. Осылай includes жоқ кезде осылай өмір сүретінбіз. Так, жақсы. Енді index of пен last index of енді түсінікті деп ойлаймын. Мысалға array unshift деп басына 3 қоса салайын. Осы қазір array index of 3 десем 0-ді қайтарады. Ал last index of десем 5-ті қайтарады. 3-тің ең бірінші кірген жері index of пен табылады, ең соңғысы last index of пен табылады. Егер ортасынан біреуін тығып жіберсе, мысалға екінші индекске 3 қоятын болсам, array splice екінші индекстен біреуін қиып алып тастап, орнына 3 қой дедім. Осылай десем, так, мына жерде 3 түрі, оны мен index of пен де, last index of пен де таба алмаймын. Өйткені бас жағында мынау ілініп қалады, last index of десем, мынау ілініп қалады. Бірақ мен мынаны тапқаннан, index of пен тапқаннан кейін, осыдан ары қарай бар ма деп сұрай алам. Бүйтіп, array index of деген кезде 3-ті берем ғой. Сосын from index деген бар, 0 десем. Так, 0-ден бастап қояды екен. 1 деймін, 0-ден кейінгісі. Бірінші индекстен бастап ары қарай ізде деп жатырмын да. Сол кезде ол 2-ні тауып берді. Түсінікті? Так.
мысалға жарайды, мысалы кейін келістіре жатармыз. Есеп шығару кезінде түсінерсіздер, from индексті қалай ұтымды қолдануға болатын. Find index. Find index деген index of пен айырмашылығы. Find ол callback қабылдайды. Callback қабылдайды. Сол callbackте predicate орындалған кезде сол элементті ұстап береді. Енді мен const не дейін? Const students дей салайын, тең массив болсын. Студентке push жасайын. Қандай? Name Нұрлан болсын. Тырнақша қалмақпын ғой. Нұрлан болсын. Age 31 болсын, мысалға. Енді тағы да біреуді қосайын. Мына жерге Нұрсұлтан деп, Нұрсұлтан деп қосайын. Оның неше болсын? 27 болсын. Тағы не? Array push. Марат дей салайық. Оның жасы 24 болсын, мысалға. Енді маған кімнің жасы 27-де соны алып бер деп айтсақ болады. Students find деймізді. Мына жерден callback функция жазамыз. Item деймізді. Мына жерге item age тең 27 деп. Мен мынаны қойғаннан ғой. Назар аударыңыздар, лямбда функция жазған кезде, егер мен қысқаша ғана ретурн жасай алатын болсам, мынандай ерек жақшаларды қойып керек емес. Ерек жақшаларды қоймай, осылай ғып жаза салам. Ал егер де мен ерек жақшаны қойдым ба, демек ретурнды өзім жазуым керек. Осылай ғып. Түсінікті? Мынау мен мына екеуінің нәтижесі 100% бірдей. Әрине көзге әдемірегі мына екіншісі. Қысқаша болғасын осы әдемірек. Осыны қолдансаңыздар дұрысырақ find деген кезде. Енді бағана index of ол нақты элементтің өзін көрсету арқылы поиск жасайды, іздеу салады. Ал find ол нақты элементтің өзін көрсетпейсің, не істейсің? Оған callback функция бересің. Callback функция қашан true қайтарады, бірден сол элементті find әкеп береді. Енді find пен қатар find index бар. Find index. Міне, студентсті ашайын. Мына талапты орындайтын элементтің индексі 1. Міне, name Нұрсұлтан, оның жасы 27-де. Жақсы, find index деген осы. Filter деген find'тан айырмашылығы. Find ол қашан біреуі true қайтарады, бірден соның өзін ғана қайтарады, дұрыс па? Және жеке өзін қайтарады. Міне, мына жерде қарасаңыз, бір ғана элемент қайтарып тұр. Ал filter ол нәтижесінде массив қайтарады. Массив қайтарады және ішінде жаңағы қойылған шартты қанағаттандыратын болса, 100 элемент болса, 100-ін де шығарып бере береді. Find нақты біреуін тауып береді. Фильтр ол фильтровать етіп береді. Демек, сорттап, сұрыптап, қайсысы сол електен жақсы өтсе, солардың барлығын бере береді. Кеттік. Students фильтр жасайық. Фильтр жасайық. Item age кіші 30-дан болсын. Міне, біріншіден массив қайтарды, және массивтің ішіне бірнеше элемент салып берді. Міне, age 27, 30-дан кіші ме? Дұрыс. Значит, ішіне салды результатқа, нәтижеге. Екіншісі age 24, 30-дан кіші ме? Демек, оны да алды. Ең біріншісі age 31, ол 30-дан кіші емес, сол себепті оны алған жоқ, фильтрден өтпей қалды. Жақсы, фильтр деген осылай жұмыс жасайды. Егер де фильтрден ештеңе өтпесе, пустой массив келеді. Жақсы.
Преобразование массива map дейді. Map деген тура for each сияқты әрбір элементке тоқтап өтеді. Бірақ айырмашылығы бар. Біз білеміз ғой, программированиеде былай дұрыс тілдерде аттар әртүрлі, бірақ орындалу бірдей болу дұрыс емес та. Енді for each пен map'тың айырмашылығы, map әрбір элементке тоқтап жаңа объект құрып береді. Жаңа объектті құрып бір массивке салып ең соңына нәтижесін береді. Сосын map міндетті түрде бірдеңе құрады. Міндетті түрде бірдеңе құрады. Егер ретурны бірден шығып кетсең, значит пустой элемент құрды деген сөз. Мысалға бүйтейік. Так, const numbers дейік. Numbers тең массив ішінде 1, 2, 3, 4, 5 болсын. Енді numbers болып кетіпті ғой. Так. Өшіріп тастайық, ештеңе көрген жоқпын деп ойлаңыздар, кеттік әрі қарай. Енді қайттан алып шықты ғой, көзге күйік көп. Numbersке map жасайық. Map жасаймыз. Енді жерде item деп callback құрамын. Callback құрамында item көбейту 2 деп 2 көбейт алып шығам барлығын. Енді map ол оригинальный массивті өзгертпейді. Мынау 2, 4, 6, 8, 10 деген жаңадан пайда болған массив. Ал numbers'ның өзін тексеретін болсақ, ол өз қалпында 1, 2, 3, 4, 5 деп тұр. Енді тағы да бетейік. Мына жерден 0 қайтарайық. Қараңыздар, 0 қайтарған кезде бәрібірде соның әрқайсысын элемент ретінде массивке салып, жинап, ең соңында массив нәтиже ретінде қайтарып берді map. Қысқасы, map'тың нәтижесінің ұзындығы әрдайым массивтің өзінің ұзындығымен тең болады. Массивтің бойындағы әрбір элементке жаңадан бір элемент сайма-сай құрып береді map. Жақсы. Map жақсы. Так, оны біттік. Енді келесі функция сортқа келейік. Осы жерде бір күшті ескерту бар. Ол үшін былай қылайық. Const numbers болсын. Так, мен numbers'ты уже не істеп қойдым, қолданып қойдым. Так, мынау numbers деп шыға береді, осыны delete қылып жіберейікші. Аха. Так, сөйтсең де шыға бере ма? Так, неге? Delete. Аха. False дейді, өшірмедім дейді. Қызық. Const болғасын өшіре алмаған шығар. Жақсы. Аха, жарайды. Numbers лайыңыз тең 0 болсын. Numbers push қылайық. Ішіне сортталмаған бір сандарды салайық. 1, 7, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5 деп. Так, numbers осылай болып тұр менде. Енді осыны сорттайық. Жай ғана бүйтіп сорттай салайық. Қарайық. Кіші саннан жоғары санға дейін сорттап берді. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп. 9 деп. Вроде жақсы сияқты, жақсы жұмыс істеп тұрған сияқты. Енді numbers'ке тағы да 1-2 сан қосайық. 9-дан кейін не бізде? 10 және 11. 10-11-ді қосайық. Жеткілікті. Numbers не болған бір қарап жіберейік. Егер де мен не қылсам, осылай сорттасам, ештеңе өзгермеу керек, өйткені 9-дан кейін 10 дұрыс тұр, 10-дан кейін 11 дұрыс тұр. Сортты басамын, numbers'та қараймыз. Қараңыздар, 0, 1, 10, 11, 2 деп кетіп жатыр да. Неге? Қате ғой. Не үшін десеңіз, JavaScript мына жерде string сияқты сорттап жатыр да, то есть алфавит бойынша сорттап жатыр. Мысалға, мынаның ішіне мен тағы да numbers push 101 десем. Сөйтіп сорттасам. Қараңыздар, 0, 1, 10, 101, 11 болып кетіп жатыр да, сосын барып 2. Енді неге сан ретінде сорттап жатқан жоқ та? Өйткені массив деген ол міндетті түрде сан дегенді білдірмейді ғой. Оның ішінде әртүрлі элементтері бола беруі мүмкін. JavaScript, в общем, басын қатырмай
қалай сорттау керек екенін айтпаса, короче, барлығы string деп ойлап, алфавиттік сорттауды жүргізіп жатыр да. Қалай айтушы еді? Алфа-графикалық дейтін бе еді. Ең бірінші символдарын салыстырады. 0 мен 1, 0-ді кіші, 1 мен 10. 10-ді үлкен. Неге? Өйткені 10 деген кезде бірден кейін тағы да бір элемент бар, демек 10-ді озып тұр. 101-де дәл солай. 1 мен, так, артқа айтамыз. 1 мен 1 тең, 0 мен 0 тең, бірақ 101 деген кезде ең соңында 1 бар, 10 деген кезде пустой, үшіншісі пустой болып тұрды. 101 үлкен болып кетті. Мына жерде 101 мен 11-ді салыстырған кезде 1 мен 1 тең, 0-ден 1 үлкен. Все, 11 101-ден үлкен. Так, енді осыны қалай шешеміз? Оны callback қою арқылы шешеміз. Compare function дейді. Compare function деген салыстыру функциясы деген ғой мағынасы. А және Б екі аргумент қабылдайды. Және соларды А минус Б десек, қалай сортталады қарайық. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 101. Осылай дұрыс. Осылай дұрыс. Енді Б минус А десекші. Б минус А десек, керісінше сортталады. Үлкеннен кішіге қарай. 101, ана, мынау деп. В общем, JavaScript'те жай ғана сорт дейтін болсаңыздар, ол сан ретінде сорттамайды. Әрдайым осылай көрсетіп отыру керек. А, Б деп. А мен Б-ны қалай салыстыратын ережесін мында жазып отыру керек. А минус Б десеңіз, кішіден үлкенге. Б минус А десеңіз, үлкеннен кішіге. Жақсы? Жақсы. Мына жерде де жазып отыр екен ғой. По умолчанию элементы сортируются как строки деп. Жақсы. Так, reverse. Reverse деген енді ат айтып тұр. Менде дәл қазір numbers қандай болып тұр? 101-ден үлкеннен кішіге болып тұр, Мен аламды numbers reverse деймін. Сол кезде 0-ден 101-ге дейін, кішіден үлкенге шейін. Так, енді